Hadi neyse balalar oturalım. Balalar bugün sabahımızda başlayız. Konuğum kiyimiz kalay? Öte жақсы. Жарайсыздар. Бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Өте жақсы. Жақсы балалар, олай болса қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз қазақ тілде сөз таптарын өтіп жатырмыз, иә? Олай болса, осы сөз таптарын қайталау мақсатында белсенді әдіс тәсіліміз біздің дөңгелек әдісі. Тақтаға назар аударамыз. Бәріміз сіздерге сұрақ беріледі. Сол сұрақтарды айналдырамын. Сөз таптарын атап жіберейікші. Затесін, сінесін, танесін, етістік. Тамаша, өте жақсы, отырауы жақсы. Келесі сұрақ қандай сұрақ түседі екен? Келесі. Затесін зейінімде сұрақтары қандай? Айша. Затесін деген қысаттың анауы білдіреді. Сұрақтарын кімдер нені біледі? Тамаша, өте жақсы, жарайсың. Жақсы. Келесі сұрақ. Келесі. Қызыл сөзі қай сөз табына жатады? Амел. Сіңесін. Қандай сұрақ қоясың? Өте жақсы, жарайсың, жақсы. Келесі. Сұрақ қойып түскен. Санесін дегенде сұрақтары қандай? Айжан. Санын білдіреді. Сұрақтары қанша неше? Жарайсың, жақсы, өте жақсы. Жарайсың бала. Бала сіздерге жаңа қазір сабақ барысында мен сіздерді санесін болғандықтан тиын әдісі арқылы бағалаймын. Яғни бала, сендер қазір әр дұрыс жауап берген сайын мен сіздерге осы тиынды беріп отырамын. Сабақ соңында қанша тиын жинағанын анықтайтын боламыз. Олай болса балалар, тақтаға назар аударамыз. Балалар, бізге бір ертегі беріледі. Ол ертегіні қазір оқып көрейікші, не туралы ертегі екен. Ертеде сөз табы дейтін ерте ақсақал өмір сүріпті. Ол ақсақалдың аты сан есім екен. Оның екі ұлы болыпты. Ұлдарының аты есептік және реттік екен. Есептік сан есім әр затын санап, ал реттік сан есім болса, әр затын ретімен қойып, айтып бақты өмір сүріпті. Олар бір-бірінен ажырамай, өздерінің мақсат мұратына жетіпті. Ертегі не туралы? Даяна. Өте жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы есептік және реттік. Оқу мақсатымыз сөйлемдер сөз таптарының зат есім, сын есім, сан есім, етістіктерді табу. Есептік және реттік сан есімдерінің айырмашылығын анықтау. Осы оқу мақсаты негізінде сабақ мақсатын құрдық. Сөз таптарының зат есім, сын есім, сан есім, етістікті ажырата білу және есептік және реттік сан есімдердің айырмашылығын анықтау. Олай болса, тақтаға назар аударып, бала есімізде сақтаймыз. Бізде сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Қанша неше сұрақтарына жауап беретін сан есімді біз есептік сан есім дейміз. Мысалы 5, 6, 100, 30 ешқандай жалғау жинақтар жалғанбайды. Нешінші сұрағына жауап беретін сан есімдерді реттік сан есім деп атаймыз. Мысалға 5-ші, 6-шы, 30-шы, 40-шы реттік сан есім есептік сан есімге ыншы деген жинақтары жалғану арқылы жасалады екен, балалар. Олай болса, балалар, осы ережені есімізге сақтай отырып, бүгінгі сабақ мақсатымызға жету үшін белсенді әдіс тәсілдерімізді қолданайық. Қолшатыр әдісі, балалар. Қолшатыр әдісіне балалар әр тамшыдағы сұрақтарға жауап береміз. Ал, келесі қазір Алдаяна бірінші сұраққа жауап берді. Жылдам, иә? Не істеді, не қылды, не қайтты, қай сөз сұрақтар. Не істеді, қай сөздердің сұрақтары? Дұрыс айтасың, өте жақсы, етістік, өте жақсы. Тағы да Кералихан. Жылдам, иә? Зат есім дегенімізде сұрақтар алды. Зат есім дегеніміз сөздің заттың атауын біледі. Сұрақтары кім, не, нелер? Ярайды, жақсы, өте жақсы. Келесі, асқан келе ғой. Реттік сан есімін мысалы келді. Мен 3-ші сынып оқимын.
Qanchasınchi? Neshinchi? 5-chi. O'zi yaxshi o'tiradi. Keling, ayoq. Kızıl sözü kay söz tağını zatar. Qizil. Sen neysin? Qanday so'rab qo'yasizmi? Kanday. Yaxshi, u jasur. O'zi yaxshi jaraysiz. Qancha javob berganligiga bola tiyim berayim. Sen neysin degenimiz ne? Kanşaga bölünedi. Yüksekte cennet. Saniyasini deganimiz ne? Sen neysin? Zatı. Zatın artağı. Sani bildiradi. Shunday so'raymiz. Jasur. Islom keladi. So'ng'isi. Shunday. Sen neysin? Misal geldiğinde ben düşünmüşüm oldu. Jasur. Tavda başqa misol. Canım bugün bizga 6 sabah. O'zi yaxshi. Qancha sabab? 6 sabab. Yaxshi bolalar, o'zi yaxshi jaraysiz bolalar. Janobi suratga javob bergan qizlar tiyinlarni gösterib o'ting. Bolalar hozir bizga bolalar bizim sababimizning taqribidan bayonasida mesinlarda 2 to'pqa to'xtasib qo'yib. Ya'ni to'playdi. Buna to'p bizga eseptik saniyasi bo'lsa, buna to'p bizga reptik saniyasi. Janob eseptik saniyasi to'pini sizlarga Venn diagramma, al reptik saniyasiga klaster addisin qo'llanamiz. Bunday deb to'playmiz. Janob aqldasi Venn diagramma addisini qo'llanamiz. Hozir o'zini qo'llaysiz. Zer klaster addisi. Klasterga bola so'z taxtarini jassanlar bo'ladi. Suraqlari barlig'i. Yaxshi bolalar bu vaqtda kechikmalar. Birinchi replik saniyasini to'g'risini birinchi replik saniyasini klaster addisi. To'g'ri sizlar qarshısida 2 shtuk. O'rtaga qaraydi. Yaxshi qo'llaydi. Boshlaymiz. Klaster adisi söz taktları. Söz taktları yetiştik. Zartesimiz saniyesi. Zartesin zatın atağı bildirеді. Sұрақтары кім-кімде менелер. Мысалы, айдос тұстап және екіге бөлінеді. Жалпы және жалпы. Етікті бұл адамның іс-қимыл әрекетін білдіреді. Оның сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды, ол екіге бөлінеді. Болымсыз болымды, мысал балалар жүгірді, не істеді? Жақсы, өте жақсы. Сан есім заттың санын білдіреді. Оның сұрақтары неше қанша сан есім екіге бөлінеді. Есепті және реттік. Есептікке мысалы 6 жал, реттікке мысалы 6. Сан есім заттың түрін түсін сапасын білдіреді. Сұрақтары қандай қай? Топ домалақ, қандай домалақ? Күн сары, қандай сары? Жақсы, қане бағалады дейші балар? Өте жақсы, я? Дұрыс жауап берді, я? Сөз таптарына жаңағы топ кластерді қорғады. Жақсы отырамайды. Тек жыламырақ Venn диаграммасын қорғаймыз. Есептік саниятын тобы Venn диаграммасын қорғайды. Сізге тапсырма Venn диаграммасы берілген. Бұл жерде есептік саниясы мен реттік саниясында айтып өтуіміз керек. Есептік саниясын қанша деші сұрақтарына жауап беретін саниясында есептік саниясын дейміз. Мысалы, 2, 3, 4, 6. Тамаша, реттік саниясы. Нешінші сұрағына жауап беретін саниясында реттік деп атайды. Ыншы, жұрнақтары жауға арқылы жасалады. Мысалы, 5, 7. 5-ші, 7-ші, өте жақсы. Екеуге саниясын ұстастыра бірдей. Ұстастықтары, яғни екеуге саниясы. Бірінші орын алды, бірінші орын береді. Тамаша, өте жақсы. Саниясының сұрақтары қанша, нешінші? Өте жақсы жаным, жарайсыңдар. Бізге 6 сабақ болды, қанша сабақ? 6 сабақ ол есеп. Жарайсың, жасар, 6 сабақ. Жақсы, өте жақсы. Қане бағалайшы балалар? Бәрін бір жауап бермеді. Қане бағалар, жақсы балалар, олай болса келесі бізде әдістесі кір машина әдісі, яғни кір жуғыш машина. Яғни сендер балалар, бұның ішінен кір машинасында не болады балалар? Киімдер. Осы әртүрлі жаңағы киімдерді сіздерге тапсырманы орындап береді. Сіздерге жасыл болсын, онда сіздерге қызыл машинаны берейін. Ал жылдамырақ. Жылдам алыңдар. Сіздердің кез келген киімді алсын. Алдасын, алдасын. Al Aycan. 12. saniye. Жақсы. Dayana. 5. Жақсы. 20. Жақсы. Жақсы. Жақсы, өте жақсы. 20.
sizlerge akıllı öykü ispat koyasın. Akıllı öykü adresini sabahımızda koydular. Tabii sizlerge sticker tarafı veren bölümü sabahta algan nasibiyeli turalı sabah kanday sabah unadıma özlerimin fikirlerini yazır. Birinci öyküsünden ikinci öyküsünü almayın. Ayrı üstraklarım var. Al üçüncü öykünün kömürki müldürcek yani finalanın ayrıca sıraklar öte kuvvetliyle. Olay bolsa balalar tezlik nasıl fikirlerle жаңағы өзіміздің ой пікірімізді жазып екеуі алды. Тезірек өзіміздің ой пікірімізді жазып жіберейік. Айырып болды ма сен? Жақсы үлкен ау. Қай үлгересің өзің арқылы. Dağıttan sündün деген sarı bilgiler başında ya. Mama bugün sabah kaçtım Sınıfta bu oldu ya. Jadaysın Ayşe. Жақсы, tamam. Бүгінгі сабақ өте күшті өтті. Балам, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Бүгін біз сабақ мақсатымызға жеттік пе? Барлықтарың сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Қатысқандарға рахмет.